Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда дәмі ауызда еритін сондай жұп-жұмсақ испанский чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де менімен бірге дәл осы рецепті үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал достар, рецепті алу үшін менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Біздің испанский чизкейгімізге міндетті түрде осындай сапасы жақсы творожный сыр алатын боламыз. Менде осы жерде творожный сырға 550 граммдай творожный сыр қосатын боламын. Барлығын ыдысқа салып алғаннан кейін үстіне 4 дана жұмыртқамды да салып алатын боламын. Енді осы творожный сырымыз бен жұмыртқаларымызды екеуін жақсылап біріктіріп езіп алсаңыздар болады. Немесе бірден блендерге салып алсаңыздар да болады. Мен бірінші осылай вилканың көмегімен кішкене езіп алдым. Одан кейін барып блендерге салып, жақсылап барлығын бір келке етіп айналдырып шықтым. Блендерге салып айналдыратын кезде, достар, мен секілді осындай үстінен вилканың көмегімен блендерге көмектесіп тұрсаңыздар болады. Себебі біздің мынау массамыз өте тығыз, қою болғаннан кейін блендеріміз жайментеп бір келкі араластыруға қиналатын болады. Сол себепті де вилканың көмегімен үстінен осылайынан көмектесетін боламыз. Барлығы бір келкі етіп айналып шықты. Қараңыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны ыдысымызға салып алатын боламыз барлығын. Осының үстіне сахарный пудрамызды немесе қантымызды, немесе қант болмайтын болса, қант алмастырғыш салсаңыздар болады, достар. Енді осы екеуін бірінші миксерлеместен бұрын мен ең алдымен осылай қолдың венчигімен осылай араластырып шыққанды жөн көремін. Себебі сразу миксерлеген кезде жан-жағына шашырамас үшін, ондай жағдай барлығымызда болады. Енді осының үстіне сливки құятын боламыз, 33%. Сөйтіп барлығын бірге миксеріміздің көмегімен жақсылап тұрып бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Енді достар, дайын болған массамыздың үстіне кукуруз крахмалын салып, жақсылап тұрып бір рет араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, дәл осы дайын болған қоспамызды енді біз формамызға салып орналастыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен формамызды дәл менікіндей етіп дайындап алыңыздар. Мына жерде мен ішіне дәл осылай пергамент бумагасын салдым. Себебі біздің чизкейгіміз қазір піскен кезде қатты көтеріледі. Көтерілген кезде шетіне қарай ағып кетпеу үшін дәл мен секілді пергамент бумагаларыңызды көтеріп салып қойыңыздар. Және де қызып тұрған пешімізде 170 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің чизкейгім де дайын болды. Бұл менде жақсы көтерілді. Көтерілгеннен кейін бұл суыған кезде қайтадан астына қарай түсіп кетеді. Ол норма, достар. Дайын болған чизкейкті міндетті түрде суығаннан кейін кесіңіздер. Және де үстіне қалауларыңызша мен секілді осындай шоколадты балқытып салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз немесе шоколадсыз да дәл осылай жіберсеңіздер болады. Дәмі өте жұп-жұмсақ, тәтті. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын, достар. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.